Сәлем достар, бүгін бірінші сыныптың ана тілі сабағы. Бүгінгі сабақта біздер 48, 49, 50, 51 сабақтарды талдайтын боламыз. Ендеше кеттік, бірінші бізде 48 сабақ, сабағымыздың тақырыбы сөйлем. Бірінші жаттуға қарайық. Өлеңді түсініп оқы. Алғашқы хат. Әріпке әріп жалғасты, жазу сырын аңғардым. Хат жазуға алғашқы кәдімгідей қамдандым. Қалсам мінін анықтай, келмейді үйкеп өшіргім. Жазғанымды жалықпай, қайта өшірдім. Сау болуын қатеден достарым да ескерді. Мәз боп оқып атанам, ұстазым да тексерді. Балалар, өлең не туралы? Өлең алғашқы хат туралы. Жалпы хатты қалай жазу керек? Хатты әдемі, таза, ұқыпты жазу керек екен. Бұл өлеңнің ішінде бізге түсініксіз қамдану деген сөз бар. Қамдану деген дайындалу деген мағына білдіреді. Мысалы, біздерде мына жерде былай деп тұр. Кәдімгідей қамдандым дейді. Яғни кәдімгідей осы хат жазу үшін дайындалдым деген мағынаны білдіреді. Өзің хат жазып көрдің бе? Достарыңа, алыстағы туысқандарыңа хат жазып көруіне болады. Хатты мысалы қалай бастаймыз? Хатты алдымен кімге арнап жазып тұрмыз? Сол жазып отырған адамымызға амандасудан бастаймыз. Мысалы, үлкен кісі болса, сәлеметсіз бе, амансыздар ма, қалдарыңыз қалай деп жазып отырған кісіге бағыттап хатты бастаймыз. Аман саулық сұраймыз. Одан кейін өзіңнің жағдайыңды айтасың. Ең соңында хатты қорытындылайсың. Және хаттың кімнен екенін, яғни өзіңнің аты жөніңді жазып, сол жазылған күнді жазады екенсің. Солай хат жазып көрсеңіздер болады. Енді екінші жаттуға қарайық. Жұмбақты көшіріп жаз, шешуін тап. Аяғы жоқ жүреді, аузы жоқ сөйлейді. Бұл не болуы мүмкін? Бұл әрине жел. Аяғы жоқ жүреді, аузы жоқ сөйлейді. Жауабы жел. Жұмбақты дәптерімізге жазып аламыз. Үшінші жаттығу. Атаңа немесе әжеңе хат жаз. Мысалы, үлгі беріп тұр. Амансыздар ма, ата, әже? Аман есен жүрсіздер ме? Біз де аманбыз, сабағым жақсы. Сау болыңыздар. Сәуле. Осы үлгіге қарап, өздеріңіз де атаңызға немесе әжеңізге хат жазып көрсеңіздер болады. Мысалы, сәлеметсіздер ме, ата, әже? Қал жағдайларыңыз қалай? Жақсысыздар ма? Үйде мысалы тағы да сұрағың келетін бауырларың болса, солар туралы сұрауға болады. Мысалы, арман қалай, жақсы ма деген сияқты. Мен де бәрі жақсы, сабағымды оқып жүрмін, жақсы бағалар алып жүрмін. Сау болыңыздар, көріскенше. Немереңіз Айгүл немесе немереңіз Әсет деп өздеріңіздің аты жөндеріңізді жазасыздар. Ары қарай 49-шы жаттығуды қарайық. Сөйлемдегі сөздердің байланысы. Енді бұл жаңа тақырып. Бұл тақырыпты мұқият түсініп алайық. Біздер сөйлемнің сөздерден жасалатынын білеміз. Сөйлем сөздерден жасалады. Яғни олар сөздер жай ғана сөздерден құрай салынбайды, олар бір-бірімен байланысу керек. Сонда ғана ол сөйлем болады. Мысалы, бұлбұл бақта сайрайды. Бұл жерде сөйлемдер қалай байланысқан? Не сайрайды? Не қайтеді? Бұлбұл сайрайды. Қайда сайрайды? Бақта сайрайды. Бұлбұл қайтеді? Сайрайды. Яғни сөйлемнің ішінде үш сөз бар. Үш сөз де бір-бірімен байланысып тұр. Және қараңыздар, осылай сөйлемнің байланысқанын сызықпен белгілейміз осылай. Мысалы, тағы бір сөйлем оқиық. Аружан мектепке барды. Мысалы, бір сөйлем жазайық. Аружан мектепке барды.
Енді сөздердің байланысын анықтаймыз. Кім барды? Аружан барды. Қайда барды? Мектепке барды. Аружан не істеді? Аружан барды. Аружан қайда барды? Аружан мектепке барды. Міне, яғни сөйлемнің байланысын осылай анықтасақ болады екен. Қазір түсінікті болу үшін ары қарай тапсырмалар орындаймыз. Бірінші жаттығуға қарайық. Мәтінді түсініп оқы. Наурыз. Наурыз жыл басы. Бұл шығыс елдерінің бүкіл халықтық мейрамы. Ел оған сағынып жетеді. Наурыз мейрамында наурыз көже жасалады. Дастархан жайылады. Халық бір-бірін мерекемен құттықтайды. Наурызда алтыбақан құрылады. Ән салынып, би биленеді. Әртүрлі ойындар ойналады. Енді сұраққа жауап берейік. Наурыз қандай мейрам? Наурыз ол жыл басы. Бүкіл шығыс елдерінің бүкіл халықтық мейрамы. Яғни наурызды жыл басы деп шығыс елдерінің барлығы тойлайды екен. Міне, бірінші сұрақтың жауабы осы мәтіннің ішінен алсаңыздар болады. Наурызда алтыбақан құрылады. Сөйлемдегі сөздерге сұрақ қой, олардың өзара байланысын тап дейді. Енді әуелі бұл сөйлемді көшіріп, бөлек жазып алайық. Талдау үшін бізге оны алдымен көшіріп жазып алу керек. Енді сөйлемдегі сөздердің байланысын табу үшін біздер сұрақ қоямыз. Наурызда не құрылады? Алтыбақан. Алтыбақан қашан құрылады? Наурызда. Алтыбақан қайтеді? Құрылады. Енді байланыстырайық. Алтыбақан құрылады. Қашан құрылады? Наурызда құрылады. Міне біздер сөйлемнің байланысын жазып көрсеттік. Енді ары қарай күн қайтеді. Күн қайтеді, күн жылынады. Қашан жылынады? Көктемде жылынады. Осылай сөздердің байланысын сіз көрсетеміз. Ары қарай екінші жаттығуға қарайық. Сөйлемдерді көшіріп жаз. Сөздердің байланысын сызып көрсет. Көктем келді. Не келді? Көктем келді. Көктем қайтты, көктем келді. Су жылғалармен ақты. Не ақты? Су ақты. Су қайтты. Су ақты. Су немен ақты? Жылғалармен ақты. Жерге көк шықты. Көк қайтты. Көк шықты. Қайда шықты? Жерге шықты. Осылай сөйлемнің байланысын сызып көрсетеміз. Үшінші жаттығуды қарайық. Мақалды оқы, жатқа жаз. Бір тал кессең, 10 тал ек. Әдемі етіп мақалды дәптерімізге жазып алайық. Ары қарай 50-ші сабаққа қарайық. Сөйлемдегі сөздердің байланысы тақырыбын жалғастырамыз. Бірінші жаттығу. Тақырыбы бойынша өлең мазмұнын болжа. Өлеңді тыңда. Наурыз. Өлеңнің тақырыбынан бұл өлең наурыз айы туралы, яғни наурыз мерекесі туралы болады деп ойлаймын. Ендеше өлеңді тыңдайық. Наурыз басы ырыстың, ұлы күні ұлыстың, жер бусанып, оң жібіп, ашылады тынысың. Мейіріммен астасқан, ізгілікпен достасқан, ән шалқытып, күй тартып, наурызда ел бас қосқан. Авторы Серік Әкірәмұлы. Бұл өлең наурыз мерекесі туралы. Наурыз ұлыстың ұлы күні. Бұл күні жер бусанып, жердегі тоң жібіп деген суықтан қатып қалған жердің қабатын айтады. Тоң деп, наурыз келе сол жердің бәрі бусанып, жібіп,
яғни тоңның бәрі еріп, суық қайтады. Соны айтып тұр. Одан кейін ізгілік деген сөз бар бұл жерде. Мейіріммен астасқан, ізгілікпен достасқан. Яғни ізгілік деген қайырымдылық деген мағынаны білдіреді. Ән шалқытып, күй тартып, наурызда ел бас қосқан. Наурыз мерекесінде елдің барлығы ән айтып, күй тартып, ел болып жиналады. Наурыз мерекесін тойлайды екен. Енді біздер осы сұрақтардың барлығына жауап бердік, енді бір сұрақ қалды. Наурыз мейрамында адамдар бір-біріне қандай тілектер айтады? Наурыз мерекесінде адамдар ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, қайда барсаң жол болсын деп бір-біріне тілектер айтады екен. Екінші жаттығуға қарайық. Мәтінді көшіріп жаз. Наурызек көктем құсы. Бұл құсты ел күтіп жүреді, оған жем шашады. Наурызекті ешкім үркітпейді. Бұл мәтін не туралы? Наурызек деген құс туралы екен. Енді бізге былай дейді. Бұл құс елді күтіп жүреді. Бұл құсты ел күтіп жүреді дейді. Наурызектің келгенін, яғни халық күтеді екен. Оған жем шашады. Наурызек деген құсты ешкім үркітпейді дейді, шошытпайды екен. Енді былай дейді. Соңғы сөйлемдегі сөздердің байланысын сызбамен көрсет. Десе, байланысын көрсетейік. Наурызекті үркітпейді. Нені үркітпейді? Наурызекті. Кім үркітпейді? Ешкім үркітпейді. Енді біздерге наурызек туралы дерек көздерден біліп ал дейді. Жалпы наурызек құсы туралы дерек көздер өте аз. Мен қазір сіздерге бір дерек көзді ашып көрсетейін. Міне. Бұл Массагет сайтында жазылған бір журналистің тапқан мағлұматы. Былай дейді. Наурызек құсы жайлы ертеректе бір блогымды да жазғанмын. Себебі бұл құс туралы интернетте ақпарат аз дейді. Қазір көп кездестіруге болады, бірақ дейді, бұл суретті көбіне суық торғайдың суретін салып шатастырып жатады дейді. Ал бұл автор өзі осы наурызек деген құсты бақылап жүріп түсіріп алған екен. Яғни наурызек құсы осындай болады. Ауылда жүргенде бұл құсты талай рет көргенмін. Апам қолыма тары ұстатып шаш дейтін. Өте сақ қимылдайтын, құс шашқан тарыларымды жегеннің талай куәсі болғанмын. Көктемде ауылға көп жол түсе бермейтін болғандықтан, бұл құсты көрмегелі де көп жылдың жүзі болды. Негізінен наурызек құсы еліміздің оңтүстік өңірінде көбірек келеді. Бұл құсты еліміздің әр өңірінде әртүрлі атап та жатады. Жеп-жеңіл, ұшқалақтап тұратын кішкентай құс. Наурызектің құйрығы ұзын, түсі көк болады. Наным бойынша наурызек келгеннен кейін күн жылынып, айтарлықтай боран, суық болмайды екен. Әлемде бұл құстың 60 түрі бар көрінеді. Ол ұясын көбіне шөп арасына салады. Наурызек туралы бұл менің тапқан мәліметім. Өздеріңізде ізденіп көрсеңіздер болады. Ары қарай үшінші жаттығуға қарайық. Суреттерді пайдаланып, сөз жұмбақты шеш. Ортада наурыз сөзі жазылған. Мына жердегі суреттің ішінде н әрпінен басталатын қандай сөз бар? Қандай зат бар? Бірінші тұрған бұл әрине нан. Мына жерге нан деп жазамыз. Енді екінші адан басталады. Бұл айран. Міне. Айран. Нан. Және су. Міне су мына жерде тұр. Одан кейін құрт. Міне құрт. Мынау тары. Және ең соңғы бұл қымызын сөйлейді. Онда бірінші нан, айран, су, құрт, тары, қымыз деген сөздер шықты. Бұл мұның ішінде айранымыз, құртымыз, тары, қымыз, бұлар ұлттық жатады екен. Ары қарай біздер қазір 51-ші сабақты талдаймыз. Осы тақырыпты жалғастырамыз. Бірінші жаттығуға қарайық.
Мәтінді түсініп оқы. Наурыз көже. Наурыз мейрамының басты тағамы наурыз көже. Наурыз көже азықтың 7 түрінен жасалады. Олар бидай, ары, күріш, су, ет, тұз және сүт. 7 түрлі дәмнен жасау халықтың дәстүрінен шыққан. Наурыз көже беру дәстүрі дәм таттыруды білдіреді. Мәтін не туралы? Мәтін қазақтың ұлттық тағамы, яғни наурыз мейрамының басты тағамы наурыз көже жайлы. Наурыз мейрамының басты тағамы не дейді? Наурыз мейрамының басты тағамы наурыз көже. Наурыз көже неден жасалады? Наурыз көже ол 7 түрлі дәмнен жасалады. Ол бидай, ары, күріш, су, ет, тұз және сүт екен. Екінші жаттуға қарайық. Ұлыс береке берсін. Бұл сөйлемді дәптерімізге әдемі етіп көшіріп жазып аламыз. Үшінші жаттуға қарайық. Өлеңді жақшадағы әріптің тиістісін қойып көшіріп жаз. Бұл жерде к, г дыбыстарының біреуін қою керек екен. Ендеше қарайық. Бүгін жаңа күн келді. Бүкіл әлем гүлденді. Күн менен түн теңелді. Ғалам нұрға бөленді. Яғни біздер күн деген сөзде к дыбысын қоямыз, гүлденді дегенде г дыбысын қоямыз. Сонымен балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Көңіл қойып келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.